Мұсаның Мысырға сапары. Мұса әйелін ертіп Мысырға жолға шықты. Жолда Тұр тауына жақындап келіп, сол жерде түнемек болды. Сапураны лашыққа жайғастырып, отын іздеді. Бұл кезде жұбайының толғағы жетіп, қиналып жатқан еді. Ол отын іздеп тауға жақындай түсті. Кенет ғайыптан «Кебісіңді шеш» деген дауыс естілді. Мұса түсінбей, жан-жағына қарап, таң-тамаша болды. Әлгі дауыс тағы үн қатып: «Сен киелі жерді басып тұрсың, кебісіңді шеш» деді. Мұса жалма-жан кебісін шеше бастады. Оның кебісі есектің терісінен тігілген еді. Сондықтан Тәңірісі киелі жерді басқызбады. «Бұл кім?» деп сұрады Мұса үрейленіп. «Мен жоқтан бар қылған, топырақты илеп тән қылған, оған үрлеп жан салған құдіретті жаратушымын» деді. Мұса әу бастан бір жаратушының бар екеніне иман келтіретін, бірақ тікелей тілдесемін деп ойламады. Ол қара терге түсіп, қорқыныштан қалтырап тұрды. Сөйлейін десе, тілі байланып қалғандай күйге түсті. «Ей Мұса, сені елші етіп таңдадық. Мысырға бар да, менің бар және бір екенімді айт» деді. Мұса әрең тілге келіп: «Уа Тәңірім, менің тілім кекеш, айтып жеткізе алмаймын» деді. Мұсаның тілі 3 жаста шоққа күйіп, содан кекеш болып қалған еді. «Қам жеме Мұса, құдіретіммен ағаң Харунның да жүрек көзін ашамын, сенің орныңа ол сөйлейді» деді. Сосын «Аса таяғыңды жерге таста» деп бұйырды. Мұса аса таяғын жерге тастап еді, ол жыланға айналды. Мұса қорқып кетіп, қаша жөнелді. Құлағына: «Ей Мұса, сен өзіңнің жаратушы иеңнен қорқып қаштың ба?» деген үн естілді. Мұса жерге етпетімен жата қалып, басын қолымен бүркей түсті. «Тұр орныңнан, қорықпа» деді Жаббархақ. Мұса орнынан тұрып, аса таяғына қарады. Ол жылан болып ирелеңдеп жатыр екен. Мұса көзін ашып жұмып, түс пен өңнің арасын айыра алмай тұрды. «Жыланның құйрығынан ұста» деді Тәңірісі. Мұса қорқа соқтап, жыланның құйрығынан ұстап еді, ол қайтадан аса таяққа айналды. «Енді қолыңды қолтығыңа тық» деп бұйырды. Мұса қолын қолтығына апарып еді, саусағы білегіне дейін жарқырап жанды. Сол кезде ғана оның жүрегіндегі үрей жоғалып, иманы күшейе түсті. Бойына батырлық бітті. «Енді Мысырға бар да, Перғауынға насихат айт. Қатты сөйлеме, ол сені бағып-қағып өсірді. Әкеңдей әлпештеді. Сол ақысы үшін оған 3 нығмет тарту етемін. Бірінші, жас жігіт қалпына келтіремін. Екінші, шығыстан батысқа дейінгі бүкіл жердің билігін беремін. Үшінші, қазірге келген жасына дейін ғұмыр беремін. Мені бар деп танысын» деп әмір етті. Мұса Тұр тауынан түсті, жерден отын жинап, лашығына таяды. Бұл кезде жан-жары Сапура қатты толғатып жатыр еді. Кенет итінің арсылдаған үні естілді. Қой маңырады. Мұса сыртқа шығып қараса, алыстан көздері жанып, қасқырлар келе жатыр. Иті қарсы ұмтылып, айқасқа сақадай тұр екен. Мұса шақпақтасты бір-біріне ұрып, от жақпақ болды, бірақ ұшқын шықпады. Осы кезде әйелінің де қиналған жан дауысы шықты. Мұса не істерін білмей қатты састы. Сол сәтте көз ұшында от көрінді. Жүгіріп барса, жерге шаншылып тұрған аса таяқ екен. Асасының басы от сияқты жанып тұр. Мұса оны жұлып алып, қасқырларға қарсы шапты. Қорқаулар қашып кетті. Иті жеңіл жараланып, аман қалды. Лашығына кірсе, әйелі қол-аяғын бауырына алып, аман-есен босанған екен. Қауіп пен қатерден аман құтылғанына шүкіршілік етіп, Мұса 4 мәрте сәждеге бас қойды.
Осыдан бастап құптанның 4 ракат парызы пайда болыпты. Мұса Мысырға қарай сапарын жалғай берді. Аса таяғы мінсе көлік, жесе ас, ішсе сусынға айналды. Жерге шаншыса, заматта одан жеміс өсіп шығатын болды. Жерді ұрса, бұрқырап бұлақ атты. Жерге тастаса, шыр айналып, тегіс жол көрсетті. Бұл кезде ағасы Харун да түс көрген еді. Түсінде бір адам: «Інің Мұса келе жатыр, алдынан шығып қарсы ал», деді. Харун ертесіне күн шығысқа қарап жол тосты. Кенет алыстан 2 адамның сұлбасы көрінді. Харун қарсы алып: «Жол болсын, жолаушы, қайдан келесің?» деді. «Мадиян шаһарынан келеміз», деді Мұса. «Шұғайып пайғамбардың Мұса деген қойшысы бар екен, көріп білгендерің бар ма?» деп сұрады. «Мен өзімнен басқа Мұсаны танымаймын», деді жолаушы. «Менің есімім Харун, естуің бар ма?» деді. «Ендеше мен ініңіз боламын», деді Мұса. Ағалы-інілі екеуі сол жерде табысты. Харун өмірінде інісін көрмеген еді. Шешесі Мұсаға қауіп төнеді деп оның тірі екенін жан баласына айтпаған. Сапура қайнағасына иіліп сәлем етті. Харун оның маңдайынан сүйді. Сосын інісі мен келінін ертіп үйге келді. Мұса әкесі Ымран, шешесі Лаухамен көрісіп көзайым болды. Ертесіне ағасы екеуі Перғауынның сарайына бармақ болып келісті. Мұса мен Перғауын. Перғауынның сарайы 40 қамалдан тұратын. Әр қамалды 40 жасауыл күзететін. Олар Мұса мен Харунды кіргізбей қойды. Мұса аса таяғын сермеп еді, одан жалындап от шықты. Күзетшілер кейін шегінді. Мұса мен Харун Перғауынның ордасына кірді. Перғауын Мұсаны танып: «Ей балам, мен сені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп едім. Менің салықшымды өлтіріп қашып кеткенің не?» деді. Мұса: «Сенің салықшың құзыретін асыра биледі, әлсізді иледі, кедей халықты тонады, көкірегін ашкөздіктің дерті торлады. Оның өліміне жұрт қуанбаса қайғырған жоқ», деді. «Енді не үшін келдің?» деп сұрады. «Жаббар хақтың сәлемін ала келдім, оны бар және бір деп тана», деді. Перғауын қарқылдап күлді. «Жер мен көкті мен жараттым, сенің де құдайың мен, Мысырдағы барша халық менің құлым. Егер елші болғың келсе, менің сөзімді ел арасына таситын елшілік шенді берейін», деді. Мұса Перғауынға қатты сөз айтпады. Тәңірдің өгей әкеңмен жұмсақ сөйлес деген әмірін көкейіне тұтты. «Менің құдайым 18 000 ғаламды, жер бетіндегі барша адамды жаратты. Ал сен құдай болсаң, өзіңнің қарттығыңды тоқтата аласың ба?» Тісін қаусап, қатары сиреді. 12 мүшіңді әлсіздік биледі. Жүзіңді әжім торлады. Күн сайын уақыт қуатыңды ұрлады. Шашың мен сақалың ағарды. Жастық ғұмырың сағымдай өтіп барады. Қарттықты тоқтататын құдіретке кедейсің. Осы сұраққа не дейсің?» деді. Перғауын сөзден тосылды. Жанында тұрған жендеттеріне қарап иегін бұлғап еді. Олар қылышын шығарып Мұсаға тап берді. Мұса аса таяғын жерге тастады. Сол заматта аждаһаға айналып дұшпанға сес көрсетті. Жендеттер қорыққаннан сыртқа қаша жөнелді. Перғауын тағының артына тығылып: «Маған бір күн мұрсат бер, сосын сенің пайғамбар екеніңді мойындаймын», деді. Мұса кеткен соң Перғауын уәзірлері мен сәуегейлерін шақырды. Сәуегейлерінің ішінде 40 сиқыршы бар еді. Олар: «Патша ағзам, Мұсаның жасағаны сиқыр. Ондай кереметті біз де жасай аламыз», деді де таяқтарын тастап еді. Олар жыланға айналып кетті. Мұны көріп Перғауын көңілі орнына түсті. «Бәсе, өзімде сиқыр шығар деп ойлап едім.
Ол біреуден сиқыр үйреніп келген болды ғой. Ертең осы сарайда болыңдар. Мұса келгенде сиқырларыңды көрсетіп, күш сынасыңдар, деді. Шайқас ертесіне басталды. 40 сиқыршы таяғын лақтырып жіберіп еді, олар 40 оқ жыланға айналып Мұсаға айбат шекті. Көзімен атып, сәл қимылдаса, бас салып шығуға әзір тұрды. Мұса сасқан жоқ. «Уа тәңірім, өзің жар бол», деді де аса таяғын жерге тастады. Оған заматта жан кіріп, алып аждахаға айналды. Аузын ашқанда от шығып, қарсы алдында тұрған 3 жыланды өртеп жіберді. Оттың жалыны қатты болғаны сонша тек күл ғана үгітіліп жатты. Аждаха оң жағына қарады да, тағы бір жыланға қабаған иттей ар етті. Азулы тісімен әлгі жыланның басын мышып, шайнап тастады. Сол жағына 5 жылан шабуылдамақ болып еді, аждаха құйрығымен сабап ұшырып түсірді. Сиқыршылар дауыстап сиқырларын оқи берді. Сиқырдың қуатынан күш алды ма, өзге жыландар жан-жағына лап қойып аждахаға жабылды. Бірі тістеп, бірі шағып, бірі буындырып алысып жатты. Бір қызығы, олардың шаққан уы аждахаға шыбын шаққан құрлы әсер етпеді. Ол жыландарды шетінен тістеп, шайнап, отқа өртеп жұта берді. Оны көргенде сиқыршылардың тізесі дірілдеп, қолы қалтырап, жүрегін үрей шарлады. Перғауынның да зәресі зәр түбіне жетті. Мұсаның аса таяғы бүкіл жыланды жер жастандырып, перғауынның тағына қарай жылжи берді. Патша қолымен бетін көлегейлеп, «Ойбай, Мұса, құлың болайын, мына бәлеңді құрт», деп жалынды. Мұса аждаханың құйрығынан ұстағанда, ол қайтадан аса таяққа айналды. Сиқыршылар бұл кереметті көріп, жерге жата қалып, құлды құрды. Тілін калимаға келтіріп, момынға айналды. Сол сәтте олардың жүрегінде ізгіліктің дәні бір жарып жатты. Перғауын аждахадан құтылған соң, «Ойпырмай, сенің сиқырың неткен күштеді? Мына сарайымда арам тамақ боп жүрген жалған сиқыршылардың кереметін күл етіп, әшкересін шығарды. Бұларды сарайдан қуып, сені бас сиқыршы етіп тағайындайын», деді. Мұса, «Ей, перғауын, бұл сиқыр емес, Құдайдың маған берген мұғжизасы. Маған ешқандай да шен-пеннің қажет емес. Сенің патшалығыңнан Құдайдың қарабет құлы болған әлде қайда жақсы», деп жауап берді. «Ендеше аса таяғыңды сат, көтере алғаныңша алтын берейін», деді. «Ей, перғауын, сенің көңіл көзің емес, бас көзіңде соқыр болыпты. Керемет аса таяқтың бойында емес, құдіретті Құдайдың қолында», деді Мұса. «Аса таяқтан басқа қандай кереметің бар? Көрсетші», деп сұрады. Мұса оң қолын қолтығына тығып еді, қолы күндей жанды. Бұл мұғжизаны көріп, сиқыршылар оны анық мойындай бастады. Алайда перғауынның жүрегі соқыр еді. Ол Мұсаның мұғжизасын сиқырмен шатастыра берді. «Ей, сен бір күшті сиқыршыдан өнер үйреніпсің. Кімнен үйренгеніңді айтшы, мен де үйренейін», деді тамсанып. «Ей, перғауын, мен ешкімнен сиқыр үйренбедім. Бұл кереметтер құдіретті Құдайдың қалауымен болып жатыр», деп жауап берді. «Сенің Құдайың қайда? Мен де осы Мысыр халқының құдайымын. Қане, сенің де Құдайыңмен танысайын», деді. Мұса, «Менің Құдайым Ләмәкан, мекен жайы жоқ. Әлемнің ішінде, тысында да емес. Әлемнің іші тысы бәрі бір өзі», деп жауап берді. «Ей, Мұса, сенің не қалап тұрғаныңды түсінбедім. Алтын берсем алмайсың, шен берсем бармайсың. Қайдағы бір Құдайды айтасың? Адамның өмірдегі арманы байлық пен мансап емес пе? Одан басқа адамға не керек? Сен маған бір апта уақыт бер, уәзірлерімен ақылдасайын, сенің сөзіңді қорытайын», деді. Мұса келісті. Перғауын құлдарын шақырып, «Дереу үлкен мұнара салыңдар. Мен соған шығып, Мұсаның Құдайын тауып алайын. Әлгі Мұса Құдайының қайда екенін айтпайды, менен жасырып бақты. Меніңше ол аспанда отыр», деді. Құлдар сол күні-ақ мұнараның іргесін соғып бастап кетті.
Бұл жұмысқа 30 000 құл жегілді. 3 күннің ішінде бұлттан асатын мұнара соғып бітті. Перғауын мұнараның төбесіне шығу үшін 3 күн жүрді. Бір күн жүргенде ұшып бара жатқан құстарды көрді. Екінші күні қаптаған бұлттарды көрді. Үшінші күні аспандағы жұлдыздарға жақын келді. Ұшар биігіне шыққан соң айналасына қарап Құдайды іздеді. «Ей, Мұсаның Құдайы, қайдасың?» деп айғайлады. Оған ешкім үн қатпады. Әрі-бері алақтап жан-жағына қараған соң, «Ой, мына Мұса сиқыршылығымен қоса су айт екен, маған өтірік айтыпты. Ешқандай Құдай жоқ екен», деп төмен түсе бастады. Кенет көзі жерге түсіп еді, Мысыр шаһары құмырсқаның ұясындай боп көрінді. Сол сәтте кеудесіндегі тәкаппарлық асау-аттай тулап қоя берді. «Бәсе, бұл әлемде өзімнен басқа қандай Құдай бар еді?» деп масаттанды.